Достар, бүгін біз сіздермен жалпы адамның көзі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Жалпылама алған кезде плюс қандай жағдайда, минус қандай жағдайда болатындығы, және қайсысында біз жинағыш линзаны қолданамыз, қайсысында шашыратқыш линзаны қолданамыз деген сұрақтарға толыққанды жауап беретін боламыз. Міндетті түрде біздің каналға тіркеліп, досыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Олай болса, бастайық. Қараңыздар, жалпы адамның көзі ең жақсы көру қашықтығы бізде ол 25 сантиметр болып табылады. Яғни адамның ең жақсы көру қашықтығын 25 сантиметр деп қарастырамыз. Енді біз осы жерде бір тоқталым жасап кетейік. Қараңыздар, мысалы мына жерге мен сызық көрсетейін. Ұзын сызық болсын. Дәл центр бізде 0 болып табылады. Мына бетіміз минус, мына бетіміз плюс болсын, иә. Енді қараңыздар, бізде осы жерде екі мәселе бар да. Очки таққан кезде, көзілдірік таққан кезде немесе минус, немесе плюс деп қарастырылады. Сенікі минус па, сенікі плюс па деген сұрақтарға дәл осы жерде жауап беріп кетеміз. Яғни минус дегеніміз қалай деген сөз? Міне қараңыздар, минус ол жетпей қалды деген сөз нөлге. Ал плюс деген асып кетті деген сөз. Барлығын біз нөлге алып келуіміз керек. Сол кезде көзіміз анық көретін болады. Яғни осыған байланысты минус, осыған байланысты плюс деп қарастырады екенбіз. Кеттік. Енді дәл осы жерде мынандай сұрақ туындайды. Бізде қайсысы көбірек? Қазір таңдайды. Бұл жерде айтып өтетініміз көп жағдайда жастарда минус көбірек кездеседі. Неге? Өйткені бұл жердегі ақау, яғни жақыннан көргіштік қасиетіне, алыстан анық көре алмайды деген сөз. Яғни жақыннан анық көреді ол, егер көзілдірік болмаса. Демек, осыған байланысты біз жақыннан көргіштік дегенге біз не дейді екенбіз? Шашыратқыш линзаны қолданамыз. Яғни жақыннан көргіштік деген таңбасы бұл теріс болады екен. Яғни осы ажыратуға болады. Оған біз шашыратқыш линзаны қолданатын болсақ, көз анық көреді. Ол не деген сөз? Міне қараңыздар. Мына жерде жетпей қалғанда, көрдіңіздер ғой? Мынау жетпей қалған. Негізі көз мына жерге дейін болу керек. Демек, мына линзаны қолдандық біз, нәтижесінде анық, бейнені анық көрдік деген сөз. Екіншісі, ол әрине енді жаңа айттық, асып кетеді. Ол көп жағдайда қарт адамдарда кез келген, яғни жасымыз өткейген сайын көзіміз плюс харекет етеді деген сөз. Демек, осыған байланысты біз не дейміз? Ол жерде жақыннан емес, көбірек алыстан көргіштік қасиетке ие боламыз. Демек, ол деген сөз асып кетті деген сөз. Не асып кетті деген сөз? Не қараңыздар, көзіміздің бұршағынан асып кетеді кескін. Демек, оны бізге артқа қарай қайтару керек. Неге? Өйткені мына бетке дейін келу керек деген сөз. Міне. Ол үшін біз жинағыш линзаны қолданады екенбіз. Демек, мына бір нәрсені ұмытпаңыздар. Бұл сәйкестендіруде көп кездесуі мүмкін. Квалтесте болсын, ОБТ-да болсын көп кездеседі. Яғни алыстан көргіштік қасиетіне ие болған жағдайда сіз жинағыш линзаны қолданасыз. Ал егер жақыннан көргіштік қасиетке ие болсаңыз, сіз шашыратқыш линзаны қолданатын боласыз. Ең оңай тәсіл жаңағы мынау бір шаблон ретінде оң мен терісті жақсылап түсініп алсаңыз болды. Әрине, сіз үшін видео пайдалы болған болса, біздің каналға тіркеліп, досыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша. Good luck.